сәлеметсіздер ме бүгінгі зерттеуіміздің тақырыбы нан жасауға қалай келеді. Ең бірінші бидай дәнін топыраққа отырғызамыз болады. Бидайды қайда қалай отырғызамыз дәнін? Бидайдың дәні тұрғанда бидайдан дәні не шығады олар? Бидай шығады. Бидайда енді балар бидайдың дәнін өскенін көрейінге балар. Ал енді өскенін көрейін. Енді мына бидай не істеп шықты? Өсіп керемет өсіп шықты. Өсіп, өніп, ол өскеннен кейін оны не істейміз балалар? Комбайнмен орып, дұрыс, содан оны қайда апарамыз? Қамбаға апарамыз, өте жақсы керемет. Қамбаға апарғаннан кейін оны не істейміз? Оны наубайханаға апарамыз. Наубайханаға апарып, наубайханадан не шығады? Он шығады, өте керемет. Наубайханаға бидайды апарғаннан кейін наубайханадан не пайда болады? Он пайда болады, өте тамаша, керемет он пайда болады. Қасиетті ұннан жасалады бидайдан. Олай болса, бірінші жер тұтамыз, дәнді сүйдейміз, одан бидай өніп шығады. Өнген кейін ол піседі. Пісіп, одан біз неге апарамыз? Ол піскен соң біз оны комбайнмен орамыз, наубайханаға келіп, оны біз қырмаға келіп, наубайханадан қырмаға келіп, наубайханаға келіп, одан он шығарамыз. Оннан да не істейміз бірәлі? Нан жасаймыз, нанды неге таратамыз? Жасап пішірген соң нандарымызды. Дүкендерге таратамыз, жарай ма? Нандарды дүкендерге таратамыз. Олай болса, нан туралы тақпағымыз айта қойшы. Нан қолын жасанда, жерде жасап апанда, тетте, балай қойдаған жасайық. Нан туралы мақалма берміз көрміз бе? Айта қойшы мақалма неміз. Нан болса әнге болады. Нан мереке, нан береке, нанымыз көп болсын. Нанымыз көп болсын. Олай болса, бүгінгі біздің нан қайдан келеді деген ертеушімізді істеді, аяқтады.